Құрметті отандастар, мен өзім сіздерге кезекті онлайн платформадағы өзіміздің отандық компания, IT компания BitSpace компаниясы туралы қысқаша компанияның именно Cpinet Pro платформасы туралы дәл қазір видео түсіргім келіп отыр. Осыдан бір жыл бұрын, бір жарым жыл бұрын деп айтсам болады, осы Cpinet Pro платформасына тіркеліп, өзімнің бір сол уақытта 67.000 теңгені Cpinet Pro платформасына салдым. Содан кейін күніне 0,2% майнинг алып отырдым. Қазіргі таңда мен қазір сіздерге демонстрация экранына жасап көрсетейінші. Мысалы, мен негізі ақшамды шығармай отырғам осы уақытқа дейін, себебі енді қазір Cpinet-тің құны төмен болып тұр да. Енді мен бұл жерде сіздерге айтайын деп отырғаным, Cpinet-тің құны төмен болғанымен, жаңағы платформадан Cpinet-тің құны төмен болғанымен, платформадан, мысалы, мен сіздерге айтайын, 100 Cpinet алып қойғам. 100 Cpinet. Мынаны көрсетіп жатырмын сіздерге. 100 Cpinet менің бір жыл, енді өзім тіркелгеніме бір жарым жыл болды. Именно мына аккаунтты ашқаныма бір жыл болған жоқ әлі. Ұзын сөздің қысқасы айтайын дегенім, осы Cpinet-ға мен ақшамды сала отырып, дәл қазір үстінен түсіп жатырған майнингті 20 Cpinet шығарып жатырмын. И то арзан бағамен шығарып жатырмын да. Мысалы, 750-ден болып жатыр екен Cpinet-тің құны. Мына жерде мен дәл қазір перевод жасап жатырмын. Өзімнің мультивалютный кошелегіме кіріп, Cpinet мультивалют кошелекқа кіріп, переводы деген строкасын басып, мына жерге партнердің почтасын қойып, астында телефон шыға келеді деген, выберите сертификаты, именно Cpinet-ті таңдап, 20-ны перевод жасап, оның ішінде бір Cpinet, енді 5% менің есебіме кетеді екен. Қазір перевести деп перевод жасайын деп жатырмын. Бұл Cpinet жаңағы енді платформадағы партнерға кетіп жатыр. Мен қазір перевести деп басам кнопканы. Мен просто осы видеоны түсіру үшін осыны тоқтап қойдым да. Қарапайым жаңағы өзіміз сияқты партнерларға ұл болсын деп кетті. Ұл болсын деп кетті. Минус 20 Cpinet кетті. Оның бір Cpinet-і комиссиядан ұсталып қалды. Айтайын дегенім, құрметті отандастар, құрметті әріптестер, қазіргі таңда осындай интернет пространствода, интернет әлемінде блокчейн платформалар өте көп. Енді мен осы уақытқа дейін өзіме керекті блокчейн платформаларды тауып алдым, уже қойып қойдым, болды, осыда жұмыс жасаймын деп. Қазіргі таңда енді әр платформада өзімнің командам болғандықтан, ешқандай платформаны жауып қоюға дәл қазір планымда жоқ, жоспарымда жоқ, себебі әр платформаның өзінен табыс тауып жатырмын. Менің мақсатым, мен компанияға емес, менің өзімнің компанияма да, өзімнің жанұялық капиталыма жаным ашып жұмыс жасап жатырмын. Бұл деген нені білдіреді? Ложите яйца в разные корзины дейді ғой. Мысалы, корзинаны елестетіңіз, бір 30 жұмыртқа сатып алдыңыз, 30 жұмыртқа. Барлық жұмыртқаны корзинаға салып қойдыңыз. Вдруг корзинаңыздың бауы үзіліп қалды. Енді элементарный пример. Корзинаңыздың бауы үзілді, 30 жұмыртқаңыз жарылып кетті, бәрі жеуге жарамсыз. Сондықтан біздің жағдайымызда инвестиция деген не ол? Тапқан ақшаңызды бір платформаға сала бермеңіз дегенді білдіреді. Мен өзімнің қағидам сондай. Мен ешқандай бір платформада ұстамаймын. Менің платформам Cpinet, мысалы, бұл жерде мен ақшам салып қойдым ғой, бұл жерде майнингтен түсіп жатыр. Болашақта өзіміздің отандық кәсіпкерлер осы Cpinet Pro платформасының онлайн платформасында регистрация жасап, ары қарай өзінің тауарын, қызмет түрін платформада реклама жасайтын болса, мысалы, біздің тауып жатырған Cpinet-тарымыз, бейсинюларымыз платформадан тауып жатырған. Енді бұл IT компания Қазақстан нарығындағы. Қазіргі таңда международный халықаралық нарыққа шығып жатырған платформа. Платформадан түсіп жатырған майнинг, уже мысалы, дәл қазір мынау 20 Cpinet сатып жатырмын. Ең арзан сатып атқанның өзінде маған 15.000 теңге алып келді. Қазіргі теңгеге шаққанда. Мысалы, дәл қазір мен өзім 15.000 теңге таптым деп айтсам болады. Сондықтан экранның ар жағында отырған отандастар, замандастар, егер сіздер
теңгелеріңізді, енді күннен күнге құны түсіп жатырған теңгелеріңізді осындай платформаға салғыларыңыз келсе, осындай блокчейн платформаға салып, осының мүмкіндігін көргілеріңіз келсе, ақшаларыңызды салайын десеңіздер, криптовалютаға сенбейсіздер, биткоинға, эфириумға сенбейсіздер, ол неларыңыз жетпейді. Хотя бы жоқ дегенде, түк жоқ дегенде, Сипинет Про платформадан бастаңыздар. Бұл жерде сіздерге биржадан қалай табыс табуды үйретеді, трейдингті үйретеді, майнингті үйренесіздер. Партнер құру арқылы өздеріңізге партнерский программа, партнерлық бағыттан табыс табатын мүмкіндіктеріңіз бар. Плюс еще Bitspace компаниясының ішінде шагомер бар, сіздің әрбір жүрген шагыңызға ақша төлейтін Bitspace компаниясының ішінде Kingdom деген бағыты бар. Ол деген сөз 3D форматтағы ойынды қазіргі таңда отандастарымызға енді акциясын таратып жатыр деп айтуға болады. 26 мың теңгеге сіз ойынды сатып ала отырып, өзіңіз жаңағы доля алып отырасыз платформадан, өзіңіздің үлесіңізді алып отырасыз. Міне осы где-то бір-екі айдың ішінде, осы июнь, маусым, шілде айларында ойынның демо версиясын шығарайын деп жатыр. Платформада сіз өзіңіз партнер тіркей отырып, мысалы арттағы тұрған машинаға қол жеткізетін мүмкіндігіңіз бар. Енді барлығы негізі адамның өз қолында. Әрекет жасап, жаңа технология бағытына қарай дамығыңыз келсе, онда не отырыс, құрметті бизнес әріптестер, әрекет жасаңыздар. Осы жақында Сипинет Про платформасынан муравейник деген ойын іске қосылайын деп жатыр екен. Бұл жерде платформаның мақсаты монеталар, купон токендардың, утилити купон токендардың құнын өсіру, санын азайту. Енді утилити купон токен деген нені білдіреді? Ол утилизацияға кетеді. Әрбір купон токен, мысалы мен дәл қазір бір Сипинетті менен комиссиядан ұстап қалды, 5%. Ол Сипинет 80%-ті оның жойылу жүйесі арқылы платформада блокчейнінде көрініп тұрады, жойылу жүйесіне кетті, жойылды, саны азайды. Солай платформадағы утилити токендардың осы әрбір кіріп шыққан операция арқылы саны азая отырып, құны жоғарылай бастайды. Плюс ол санның, ол жаңағы токеннің бағасының өсуіне әсер ететін бір фактор. Екінші фактор, мысалы, пользователь дейміз ғой, тұтынушылар. Былтыр как раз жаңадан пандемия басталған кезде Zoom-ны ашқан Қытайдың жігіті бір мезетте миллиардер болып кетті. Неге? Себебі елдің бәрі үйінде отырып алып Zoom-мен жұмыс жасады. Сонда оның пользовательдері көбейді да, оның акциясы кетті, жоғары қарай өшіп. Сол сияқты Сипинет Про платформаның тіркелушілері, платформа тіркелушілері көбейген сайын, оның купон токенінің бағасы өсе бастайды. Егер сіздерге осы туралы толық ақпарат керек болса, міндетті түрде осы видеоға лайк және комментарий жазу арқылы, осы видеоның интернет арқылы дамуына өз үлестеріңізді қосасыздар. Біріншіден, екіншіден, егер сіз өзіміздің отандасымыз болсаңыз, сіз біздің замандасымыз болсаңыз, лично менің замандасым болсаңыз, мысалы мен 47-темін, замандастарым шақырам, мен сияқты осылай интернеттен табыс табуға. Барлығы өз қолыңызда. Интернет түгіл, уақытысында компьютерді отырып жазуды да білмейтін адаммын. Телефонның, мынандай телефон ұстау қайда, кәдімгі кнопочный телефон ұстап, зорға соған қолымыз жететін едік. Оның бәрі уақытысында әрине. Сондықтан, құрметті отандастар, құрметті замандастар, барлығы өз қолдарыңызда. Өздеріңіздің миларыңызды дамыта отырып, өздеріңіздің капиталдарыңызды дамытасыздар. Өздеріңіздің мүмкіндіктеріңізді жіберіп алмаңыздар. Міндетті түрде біздің командаға қосылыңыздар, бізбен бірге табыс табыңыздар, бізбен бірге интернеттен табыс табуды үйреніңіздер деп өздеріңізге осы бір қысқаша видеоны түсіріп отырып, міндетті түрде YouTube-қа жүктеймін, қараңыздар, өз ойларыңызбен бөлісіңіздер, бізбен бірге табыс табуға біздің командаға келіңіздер.